Алло, Жока, менің үйім осы. Мә, сенің үйің дәу екен ғой. Я, менің үйім осындай. Жүр мен саған бөлмелерді көрсетейін. Жока, менің әкем жеке кәсіпкер. Бұл оның жеке бөлмесі. Қандай керемет! Домбыра? Я, бұл менің анамның домбырасы. Қандай күшті! Анаң домбыра тарта ала ма? Я, менің анам айтыскер ақын. Айтыскер? Мен айтысты жақсы көрем. Әсіресе Балғынбекті. На русском сможем, казахский начало, песня Балғына всегда качала. Тарарарара, тарарарара. Осылай айтады ғой, я. Жока, мынау інім екеуміздің бөлмеміз. Мынау менің інім. Бұның аты Абдурахман. Не, Ермұхамед, маған сенің отбасыңда, үйіңде бәрі ұнады. Мен сенің үйіңде қалам деп шештім. Ұнағаныңа қуаныштымын. Ондай болса, көңіл көтерейін. Кетті! Достар, сендер де үйдегі бар заттармен осындай челлендж ұйымдастыра аласыңдар. Ол қалай? Жока, асықпа, қазір мен барлығын түсіндірем. Жарайды. Достар, сендерге біздің видеомыз ұнаса, оны сендер төмендегі колокольчикті басып, комментария жазыңдар. Және де YouTube парақшамызға жазылыңыздар. Ал Инстаграмды да ұмытпаңыздар, тіркеліңдер. Ал Жока, енді мен ойын ережесін түсіндірейін. Жақсы. Біздің алдымызда 4 түрлі түсті парақ бар. Осынан сен екеуін таңдайсың, мен екеуін таңдаймын. Сол түске сәйкес біз тағамдарды жейміз. Тағам? Ал таңдайық, кеттік. Мен екеуін таңдаймын. Бұда не бар? Мен білмеймін. Онда мен амалсыз мына екеуін таңдаймын. Менде қоңыр түс пен жасыл түс. Ал енді мен мына екеуін таңдаймын. Мысалы, сары түс, қызыл түс. Енді әр қарай не істейміз? Енді біз тағамдарды ашамыз. Жақсы. Сүт бар ма екен? Мұнда бізде шоколад. Шоколад? Мұнда қияр. Қияр? Ал мұнда алма. Алма? Мұнда сарымсақ. Сарымсақ. Сарымсақты несін жек көрем. Ермұхамед, досым, сонда мен сарымсақ жеймін бе? Я. Жока, бұл қоңыр түс, мен шоколад жеймін. Дәмді екен. Мен тәтті жегенді ұнатамын. Мен де ұнатам. Мынау жасыл түс. Мұнда қияр бар, мен қияр жеймін. Мен қиярды ұнатпаймын. Қалай екен? Бұл дәмді. Жоқ, сен сарымсақты жеш. Мұнда сары түс, сен сарымсақ дейсің. Ермұхамед, досым, сарымсақты жемей-ақ қояйыншы. Бұл ойын жеу керек. Ондай болса, алмадан бастайын, жарай ма? Менің аузыма сыймайды. Дәу болса да аузыма сыймайды. Тағы да бер кәне. Дәмді екен, Ермұхамед. Енді сарымсақ. Жарайды.
әке жейін енді. Сарымсақты жеп көрем. Әсері қандай? Әсері өте жаман. Ренжімеші енді. Жарайды. Сенің ойының өте қызықты екен. Тек арасына сарымсақ қоспаш. Өтініш. Жарайды. Ендігі жолы қоспайым. Жақсы. Ермұхамед, маған бір ой келді. Осы тағамның барлығын бір-біріне араластырып, бір тағам шығарсақ қайтеді, ха? Ой, әдеке, қойшы, сен айтпағанды айтасың. Бұдан біртүрлі тамақ шығады ғой. Қалай? Осы сендер Наурыз көжені бәріне араластырып, бір-біріне барлығын араластырып, бір тамақ жасайсыңдар ғой осы? Әдеке, рахмет саған, бірақ мен бұны жемеймін. Наурыз көжені жемейсің ба сонда? Наурыз көже ол қазақтардың бір ұлттық сорпасы. Білем. Наурыз көже қазақтардың ұлттық тағамы екенін білем. Бірақ енді наурыз көжені осылай барлық тамақтардан бір-біріне араластырып жасайсыңдар ғой? Әдеке, мен саған наурыз көжені қалай жасайтынын көрсетем деп шештім. Жарайды, олай болса, наурыз көженің қалай жасалатынын көреміз. Келесіде әрине біздің YouTube арнамызға жазылып, парақшамызға, яғни Инста парақшамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Жарай ма? Олай болса, Бізбен бірге болыңыздар.